Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Үйлеріңізге қонақтар келе жатыр. Сіздер не істейтіндеріңізді білмесеңіздер, менің каналыма қош келдіңіздер. Себебі мен 1 сағатта дайын болатын күшті торт рецептімен бөлісетін боламын. Мысалы, мынау алдарыңыздағы тұрған тортты мен шынымен де 1 сағаттың үстінде істеп шықтым. Дәмі деген өте дәмді болып шықты. Және де бұл жерде креміне біз творожный сыр немесе сливки қоспай, әр ханымның үйіндегі бар ингредиенттермен істейтін боламыз. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен тортымыздың пирогын жасап алайық. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Достар, бұл жерде жұмыртқа бөлме температурасында болуы керек. Жұмыртқамызды салған соң кішкене тұз себеміз да венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң келесі кезекте 150 грамм шекерімізді қосамыз. Достар, осы торттың толық құрамын мен видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Бұл жерде жұмыртқамыз ағарғанша 1-2 минут араластырамыз. Сосын жылы сүтімізді қосамыз. Бұл жерде бізде 100 грамм сүт. Сүтімізді қосып араластырып болған соң келесі кезекте сары майдың кезегі. Бұл жерде 50 грамм сары майымызды ерітіп қосамыз. Достар, естеріңізде болсын, сары майды еріткен соң 10 минутқа суытып қоямыз. Сосын барып қамырымызға қосатын боламыз. Енді ұнның кезегі. Бізге керегі 200 грамм ұн. Ұнды міндетті түрде илектен өткізіп барып қосамыз. Егер осы ұнды илектен өткізетін болсаңыздар, пирогтарыңыз көтеріліп пісетін болады. Келесі кезекте қопсытқыштың кезегі. Осындай 1 пакет қопсытқышты қамырымызға қосамыз. Қамырымызға ұн қосқан соң қамырымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде бұл жерде ешқандай комочки болмау керек. Қамырымыз біркелкі, қоймалжың, орташа сұйықтықта болуы қажет. Ендігі кезекте бізге керегі пирог пісіретін форма. Менде осындай форма бар. Осы форманың астына фольга төсейтін боламыз. Мінекей достар, формамыздың аст жағына осылай фольга төсеміз де, сосын шетін жақсылап тұрып жалғаймыз. Біздің қамырымыз ағып кетпес үшін. Енді осы формамызға қамырымызды әкеп құямыз. Сосын лопатканың көмегімен қамырларымызды тегістеп шығамыз. Осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін таяқша арқылы білсек болады. Таяқшамыз құрғақ болып шықса, пирог пісті деген мағынаны білдіреді. Ендігі кезекте тортымыздың кремін жасайық. Ол үшін бізге 100 грамм қаймақ қажет. Менде бұл жерде қаймағым дүкеннің қаймағы. Осы дүкеннің қаймағына 3 шай қасық шекерімізді қосамыз. Қаймағымызға шекерімізді қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей, біздің тортымыздың кремі дайын болды. Достар, бұл жерде менің пирогым қызарып, яғни кішкене күйіп пісті. Себебі мен пирогымды 200 градуста 30 минутқа пісіргенмін ғой. Сөйтіп, менің пирогым осылай қызарып пісті. Сол үшін де сіздер 180 градуста 30 минут пісіріңіздер. Пирогыңыз қызарған кезде пирогтарыңызды алыңыздар. Енді осы пирогымыздың үстіне жаңағы кремімізді құямыз. Құйып осылай шет-шетіне жағып шығамыз. Достар, пирогымызға крем жақпас бұрын пирогты пештен пісіп шығады ғой, сол кезде жарты сағатқа суытып қойыңыздар. Сосын барып оның үстіне креміңізді жағыңыздар. Осы тортымызды сәндесек болады. Тортты жеміс-жидекпен немесе шоколадпен сәндесеңіздер болады. Менде бұл жерде қарақатпен сәндейтін боламын. Осы қарақатты қазір домалақ қылып осы тортымыздың бетіне қойып шығатын боламын.
Мінекей достар, біздің тортымыз дайын болды. Осы тортты кесіп жей берсеңіздер болады. Немесе әлі сіздердің қонақтарыңыз келмеген жағдайда уақыт бар болса, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар да болады. Тоңазытқышқа қойып, сосын барып жейтін болсаңыздар, торттарыңыз 2 есе дәмдірек болады. Тортымыздың кескен кездегі ортасын көрсетейін. Қараңыздар, өте әдемі болып шыққан. Осы тортты кеспей-ақ дастарханның үстіне қойып қойсаңыздар, дастархандарыңыздың сәнін келтіретін болады. Біздің пирогымыз влажный болған, ал креміміз, яғни қаймақтан жасалған крем екені білінбейді. Өте дәмді, яғни креміміз тәтті болып шыққан. Осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.